Күн оқушылар, бүгін бізде логопедия сабағы. Бүгін біз м дыбысымен танысатын боламыз. М дыбысымен және әріпмен танысатын боламыз. Күннің реті 4 мамыр. Мен логопед Жадыра Болатқанқызы. Алдымен біз ненің дыбысы деген ойын ойнап жіберейік, қанекей. Бұл не? Сиыр. Сиыр қалай дыбыстайды? Му, му, му деп дыбыстайды екен. Ал келесі сурет. Қой. Қой қалай дыбыстайды? Мә, мә, мә деп қой осылай дыбыстайды екен. Екі дыбыста да сиыр му, мә дегенде де біз м дыбысын айтып тұр екенбіз. Енді бүгін бізге сабағымызға арнайы қонақ келген. Оның аты Маша. Маша ол сендерді м әріпімен таныстырам дейді, оқуды үйретем, сөйлеуді үйретем дейді. Бастаймыз ба? Жарайсыңдар. Енді Маша м әрпін әкелген екен өзімен бірге. М әрпі, мінекей м дыбысы дауыссыз дыбыс. Ол көк түспен белгіленіп тұр. Мынау м әрпінің жазбаша түрі. Әрине ол дауыссыз дыбыс болғандықтан ол көк үйде тұрады екен. Жарайсыңдар. Келесі. Сөз ойла, тез ойла дейді. Бізге м әрпі берілген. Біз м дыбысынан басталатын сөздер ойлау керекпіз. Қане ойланайық. Май. Айтылуы оңай сөзе, бір бүгінді май. Маса. Машина. Маймыл. Моншақ. Жарайсыңдар. Бұл сөздердің барлығы м дыбысынан басталып тұр. Біз бір буынды, екі буынды, үш буынды сөздерді айтып өттік. Жақсы. Келесі. М дыбысының орнын табу керекпіз бұл ойыннан. Машина, қане буынға бөле отырып, ма, ши, на. Неше буын? Үш буын. М дыбысы сөздің басында тұр екен. Жарайсыңдар. Алма. Алма. М дыбысы сөздің ортасында тұр. Кәмпит. Кәмпит. М дыбысы сөздің ортасында тұр екен. Жарайсыңдар. Енді Машаның бізге бірге оқиық деген тапсырмасы бар екен. Маша өзімен бірге шариктер алып келген. Мінекей. Ал қызыл шарикте м әрпі жазылған. Ал жасыл шарикте а әрпі жазылған. М, а, ма. Жарайсыңдар. Келесі ал қызыл шарикте м, жасыл шарикте о, м, о, мо. Жарайсыңдар. Қанеке. Келесі м, и, ми. М, е, ме. Жарайсыңдар. Мінекей. Біз буындарды ма, мо, ми, ме деген буындарды оқып үйрендік. Жарайсыңдар. Енді бірге қайтала дейді. Қанеке. М, ма, мо, ми, ме, м, ми, мо, ме, ма, ме, ма. Жаңа біз оқыған буындарды біз одан сайын бекіттік. Мынау м әрпі ма, ми, ме, мо, ме, мо, ма, ме, ма. Жарайсыңдар. Енді суреттер сөйлейді деген ойынымыз бар. Ол бала берілген. Оған біз м дыбысынан басталатын ат ойланып отыру керекпіз. Машина, ойнады деген сөз берілген. Марат машинамен ойнады. Біз бұл жерде м дыбысын екі сөзде айтып тұрмыз. Марат және машина сөздерінде. Жақсы. Қыз бала берілген. Моншақ тақты дейді. М дыбысынан басталатын мән жүріп, моншақ тақты. Неке біз осындай сөйлем құрастырдық. Келесі маймыл банан жейді. Қанеке сөздері маймыл банан жейді. Жарайсыңдар. Балалар, бүгін біз м дыбысымен таныстық және м дыбысының таңбалануы м әрпімен таныстық.
м дыбысы бар сөздерді буынға бөлдік, дыбыстың орнын анықтадық, иә. Кері байланыс күтемін. Сау болыңыздар.